Тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырыңыз. Қай қаладан сағат нешеде көріп отырсыз? Жаза кетіңіз. Түркістан облысында таң атып, күн сәулесі Хазірет Сұлтан кесенесінен алыс ауылға жетті. Ауылда таң намазы оқылып, қойшылар мал айдап жүр. Әйелдер құдықтан су тасып, балалар жолда ойнайды. Ауылдың ортасында қарағай ағаш тұр. Оның астында кешке жиналыстар өтеді. Айгүл деген 24 жаста қыз осы ауылдың күйеуі Нұрланмен бірге тұрады. Айгүл бала кезінен анасынан жетім қалып, әкесі оны туған ауылынан Түркістанға әкеліп, Нұрланның отбасына берген. Нұрлан 28 жаста, тракторшы, бірақ ол үйде сирек болады. Көбіне Түркістанда жол жиегіне шай ішіп, достарымен әңгімелеседі. Ене Гүлбаршын 50 жаста, қатты әйел. Қайнынысы Асылбек 20 жаста, Түркістанда колледжде оқиды. Жазда ауылға келіп мал бағады, анасына көмектеседі. Гүлбаршын: Айгүл, нанды тезірек дайында. Бүгін қонақ келеді. 5 бармақпен қорт бауырсақ пісіреміз. 7 рет өлшеп бір рет кес, сен әлі үйренбеген сияқтысың, дейді қатаң дауыспен. Айгүл басын изеп пештің алдында отырады, бірақ көзіне жас шығып, Асылбек үйге келеді. Ассалаумалейкум, дейді. Екеуі бір-бірін ұзақ қарап қалады, бірақ ешкім сөз айтпайды. Айгүл ойлайды: мен Түркістанда өмір сүріп жатырмын. Осы жерде бақытты болуым керек еді. Нұрлан жақсы адам, бірақ ол маған суық қарайды. Тек жұмысына ойлайды. Жатып қана әрең сәлем береді. Ене әрдайым маған нұсқау береді. Мен оның алдында жүрегімді жасыруға мәжбүрмін. Ол маған сен бөтен адамсың деп айтқандай сезінемін. Асылбекпен сөйлескенде бірден өзгереді. Жүрегім соғып кетеді. Оның көздері маған жылылық береді. Ол маған анама ұқсайды. Бұл дұрыс па екен? Мен не істеймін? Аллама сүйенейін. Анам егер білсе, не дер еді? Оның рухы маған қарап жылап тұрма. Кешке қонақтар келеді. Үстел 5 бармақ қойылады. Ән айтылып, әңгіме өрбиді. Айгүл Асылбекпен кездейсоқ жанасады. Екеуі бір-біріне қарап, жүректері соғып тұр. Гүлбаршын оларды байқамайды, бірақ ауылда әлі тыныштық билейді. Қонақтар кеткен соң Айгүл терезеден тауды қарап, анасына сәлем айтады. Айгүл мен Асылбек Түркістан маңындағы тауларда кездеседі. Тау бөктерінде жел соғып, жусан иісі мұрын жарып, таудың астында шағын бұлақ ағып жатыр. Асылбек қой терісін жасалған көрпеге отыр. Айгүл, мен сені көргенде жүрегім босайды. Бірақ бұл дұрыс емес қой. Сен менің ағамның әйелісің. Мен сені алдамауым керек. Анам маған осыны үйретті, дейді. Баяу басын төмен түсіріп, қолын жерге қояды. Айгүл жанына отырып: мен де солай ойлаймын, Асылбек. Нұрлан бар, мен оны сыйлаймын, бірақ жүрегім басқаша айтады. Ол маған суық, енем мені қинайды. Мен олардың ауылында бөтен сияқтымын, деп жауап береді. Көзінен жас шығады. Екеуі үнсіз қалады, бірақ көздері бәрін айтып тұр. Қолдар бір-біріне жақындайды. Айгүл ойланады. Асылбек маған үміт берді. Оның дауысы маған жылылық сыйлайды. Оның жанында мен өзімді еркін сезінемін. Ол менің анама ұқсайды. Оның мейірімі бар. Нұрлан маған көңіл бөлмейді. Ол тек егін мен тракторды ойлайды. Үйге келіп жатып қана әрең сөйлейді. Мен оның жүрегінде жоқ сияқтымын. Енем маған әрдайым: сен осылай істемесең, бұлай істемейсің, деп жүрегімді ауыртып, сызатып жүреді. Анама орын басуға рұқсат бермеймін. Асылбекпен жаным жадырайды, бірақ бұл күнә болса керек. Егер ауыл білсе, маған өмір жоқ, ата-анам маған қарай алмайды. Анамның рухы маған қарап жылап тұрма. Мен осы сезімді жасыруым керек пе? Әлде жүрегімді тыңдайын ба? Алла маған жол көрсетші, деді. Кешке қайтып келе жатып, олар ауылдың жолдарында кездесуден қорқады. Асылбек Айгүлге: біз мұны жасыруымыз керек. Егер ағам білсе, бәрі бітті. Анам мені кешіре алмайды, дейді. Айгүл басын изеп үйге кіріп қайтады, бірақ жүрегі тыныш емес. Гүлбаршын Айгүлдің кеш келгенін байқап: қайда жүрсің? Су тасу соншалықты уақыт алады ма? Сендер бірдеңе жасырып жүрсіңдер ме? Деп сұрайды. Айгүл: жоқ, ештеңе жоқ, су тасып келдім, деп жауап береді. Бірақ іші өтірік айтқанынан ауыр болады. Ол бөлмесінде жылап, анасының суретіне қарайды. Кездесулер жиілейді. Айгүл мен Асылбек бір-біріне жақындай түседі. Түнде үйдің артында Түркістан ауылындағы тән күлгін түсте аспан астында кездеседі. Алыста ит үреді. Асылбек: мен сені тастай алмаймын, Айгүл, дейді. Сен менің өмірімсің. Сенің жаныңда мен өзімді адам сезінемін. Анам маған осыны сездірмеген, дейді. Қолын созып Айгүлдің қолына тиеді. Айгүл жылап
Біз осы жолда кете алмаймыз, Асылбек. Енем білсе, бәрімізді жерге батырады. Ауыл маған жол бермейді, ата-анамның рухы маған қарап жылайды, деп жауап береді. Асылбек оны құшақтайды, екеуі бір-бірін сүйеді, бірақ қорқады. Айгүл ойлайды, мен Нұрланды сүйген емеспін, ол маған тек міндет болды. Ол үйге келіп тек тамақ сұрап, ұйықтап алады. Мен оның жүрегінде жоқ сияқтымын. Маған анамның орнын басуға рұқсат бермеді. Асылбекпен уақыт өткізген сайын оны тастай алмаймын. Оның жанында мен еркінмін. Ол менің анама ұқсайды. Ал енем білсе, маған өмір жоқ, ауыл маған опасыз деп айтады. Ата-анам маған қарай алмайды, бірақ жүрегім оны таңдауға мәжбүрлейді. Бірақ махаббат па, әлде менің өзімді алдап жүрмін бе? Мен анамды, туған ауылымды ойлап қорқамын, бірақ жүрегім тыныштық іздейді. Кешке үйге қайтып Гүлбаршын Айгүлдің көзінен жас байқап, не болды, ауырдың ба, әлде Нұрланмен ұрсып қалдың ба дейді. Сен бірдеңе жасырып жүрсің, деп сұрайды. Айгүл, жоқ, ештеңе жоқ, көзімнен шаң түсті, деп жауап береді. Бірақ ішкі толған сезімдер ауыр. Нұрлан үйге кеш келіп, Айгүлге қарамай ұйықтайды. Бұл Айгүлдің одан әрі алыстатады. Ол бөлмесінде анасының естеліктерін есіне алады. Бір күн Нұрлан Айгүлдің өзгергенін байқайды. Ол үйге кеш келгенде шай ішіп отырып, сен маған суықсың, Айгүл. Мен сенің жүрегіңді білмеймін, сен маған ешқашан жақындамадың. Мен сенің көзіңнен басқа адамды көремін. Мен сені тастаймын, басқа өмір іздеймін, деп айтады. Айгүл жылайды. Гүлбаршын есікті ашып, сен біздің масқара еттің, кет бұл үйдің, сен сияқты бөтен адам бізге керек емес, деп айғайлайды. Айгүл заттарын алып үйден шығарылады. Түркістанның суық түнінде жалғыз қалады. Қолындағы шағын сөмкесінен анасының суреті түсіп кетеді. Айгүл ойлайды, Нұрлан менен кетті. Енем маған дұшпандай қарады. Оның көздері маған өлім тәріздестей. Ол маған сен бөтенсің деп айтқандарды сездірді. Мен не істеймін? Ауылда ешкім маған жол бермейді. Ата-анам маған қарай алмайды. Маған қарап жылап тұрма әлде? Асылбек маған көмектеседі деп сенемін, бірақ ол да әлсіз. Оның да өмірі алда. Мен өзімді жоғалттым. Не істеймін? Аллама сүйенейін, маған жол көрсетсін. Айгүл ауылдың ішінде қарағай ағаштың астында отырып жылайды. Асылбек оны тауып қолынан ұстап, Айгүл, сен жалғыз емессің, мен саған көмектесемін, дейді. Бірақ екеуі не істерін білмейді. Түнде суық бір-біріне жылу береді. Айгүл Асылбекпен бірге өмір сүруге шешім қабылдайды. Олар Түркістаннан алыс ауылға қашады. Айгүл, мен сені тастамаймын, сен маған керексің, бірге өмір сүреміз. Анам да кешірер, дейді. Екеуі заттарын жинап түнде кетеді. Түркістанның таулы бөктерінен өтіп, жолда олар суықтан қорқып бір-біріне жақындайды. Асылбек Айгүлдің қолын ұстап, біз бірге күшті боламыз, дейді. Айгүл ойлайды, мен Асылбекпен бақытты боламын ба, әлде енем мен Нұрланға мені кешіре алар ма екен? Ауыл маған қайтып келуді рұқсат етпейді, ата-анам маған қарай алмайды, дейді. Бұл бала маған үміт берді, бірақ жүрегім ауыр. Мен дұрыс шешім қабылдадым ба? Алла маған жол көрсетсін, маған күш берсін. Олар жаңа ауылдан шығып үй табады, бірақ ақша табу қиын. Асылбек мал бағуға тырысады. Айгүл үйді реттейді, бірақ екеуі де аштық пен суықта қиналады. Айгүл жүкті екенін байқайды. Ол таңертең айнадан өзін қарап, ішіне қолын қояды. Өзінің анасын есіне түсіреді. Асылбекке, мен жүктімін, бұл сенің балаң шығар, дейді. Асылбек қуанады. Бұл біздің бақытымыз, деп, бірақ қорқады. Біз неге істейміз? Ақшамыз жоқ, анам білсе не дейді? Айгүл ойлайды, бұл бала Асылбекті болса мен бақытты боламын, бірақ егер енем білсе не болар екен? Мен өзімді кінәлі сезінемін, бірақ бала маған екінші мүмкіндік берді. Ауылда мені кешіре алар ма екен? Ата-анам маған не дейді екен? Мен бала үшін күресемін. Олар жүктілікті жасыруға тырысады. Ауыл Айгүлдің жүктілігін біліп қойып, енесі Гүлбаршын оларға іздеп келеді. Ол, Айгүл, сен бізді масқара еттің, қайда жүрсің? Сен сияқты адамға орын жоқ, деп айғайлайды. Асылбек, ана, мен оны сүйемін, оны тастамаймын, мені кешір, деп жауап береді. Нұрлан да хабар алып ашуланады. Айгүл ойлайды, бәрін біліп қойды. Ене маған дұшпандай қарады. Нұрлан маған жек көрініштермен қарады. Мен бала үшін күресемін, бірақ жүрегім ауырады. Ауылда оны бәрі сынап, әңгіме таратып бастайды. Олар іздеу жалғастырады. Гүлбаршын Айгүлді қабылдамайды. Нұрлан оны жек көреді. Сен маған опасыздық еттің, деп
Асылбек, бұл менің таңдауым анашым, сен мені кешір деп қорғайды. Айгүл бала туады, бірақ қиын өмір сүреді. Асылбек жұмыс істеп, Айгүл балаға қарайды. Бұл бала менің бақытым, бірақ өмір қиын. Асылбек әрең ақша табады, мен балаға уақыт бөлемін. Айгүл ойлайды, біз бақытты боламыз деп сенген едім, бірақ өмір қиын. Бала ауырып, Асылбек шаршады. Мен өз таңдауым үшін жазасын тартып жатырмын ба? Бірақ бала маған күш береді. Олар қиындықпен күресіп дәрігер іздейді. Гүлбаршын немересін көруге келеді. Айгүл, кешір мені, мен сені түсінбедім, сен маған қажетсің дейді. Айгүл жылайды. Сізді кештім анашым. Енем маған кешірім сұрады, бұл маған үлкен жеңілдік береді. Бала бізді байланыстырды, ол әлі де маған қарапайым қарайды. Бірақ мен өз жолымды таптым. Анамның рухы маған күлімдеп тұрма. Татуласу басталды, ауылдан хабар келеді. Айгүл мен Асылбек Шымкентте дүкен ашады. Гүлбаршын оларға көмектеседі. Ауыл баяғыдай кешіреді. Айгүл бақытты. Айгүл ойлайды, мен өзімді өзгерттім, бақытты болдым. Енем маған қайта оралды. Бала бізді байланыстырды. Түркістан менің тамырым, бірақ мен оның тағдырымды таптым. Анамның рухы маған мақтанады деп ойлаймын.